Бақыт ханым, айтыңызшы, мен барлығын жасаймын. Сіз айтқан тапсырмаларының барлығын орындаймын. Бірақ сахнаға шыққан кезде, ойымды жеткізіп жатқан кезде бірдеңе маған кедергі болып тұрады. Бірдеңе менің ойымды бөліп тұрады. Сол не нәрсе? Дәл осындай сұрақтар қойылып жатады. Мен айтқым келеді. Бұл жерде бір нәрсе емес, бұл жерде екі нәрсе бар. Ең біріншісі ол жүрекпен сөйлеуді ұмытпаңыз. Сахнаға шыққанда, аудиторияға барғанда, кез келген адаммен сөйлескен кезде, тек қана мына жермен емес, мына жермен сөйлеуді де әдетке айналдырыңыз. Себебі ұмытпаңыз, жүректен шыққан сөз жүректерге жетеді. Бұл біріншісі. Ал екіншісі ол сіздің киіміңіз. Я, киіміңіз. Сахнаға шыққан кезде әрдайым өзіңізге ыңғайлы киім шығыңыз. Сәнді, фтреттегі, қазір мода деп жүрген киімдер емес. Өзіңіз жақсы көретін, өзіңізді еркін ұстайтын, еркін сезінетін киіміңізді киіп шығыңыз. Білесіз ба неге? Сіз егер модадағы басқа бір киімді киіп шықсаңыз, ол сізге сахнаға шыққан кезде дискомфорт береді. Сіз ойлауыңыз мүмкін. Сіз оны бұрын киіп үйренген жоқсыз ғой, ол сізге қалыпты емес қой. Сахнаға шығып жатқан кезде миыңызда әртүрлі ойлар болады. Мүмкін бұл маған жараспайтын шығар, мына жері кішкене маған тарлау сияқты. Қазір адамдар қалай ойлайды, мен бұны киіп көрген жоқпын ғой, қозғалсам мен қозғала аламын ба, деген сияқты неше түрлі ойлар туындайды. Ол сіздің негізгі ойыңыздан алшақтатып жібереді. Сондықтан да өзіңіз киіп үйренген, өзіңізге қонымды, ыңғайлы киімді киіп шығыңыз. Әсіресе қыз балалар биік өкшемен жүре алмайтын болсаңыз, онда оны киіп өзіңізді қинаудың қажеті жоқ. Өзіңізге ыңғайлы аяқ киіммен шыға беріңіз. Бұл менен айтылған кеңес. Яғни, шын мәнінде осы нәрсені істеп көріңізші, өзіңіз байқайсыз. Үйде жүрген кезде өзіңізді еркін сезінесіз ғой, сол сияқты сахнаға шыққан кезде де өзіңіздің күнделікті киіп жүрген үйреншікті киіміңізді киіп шығыңыз. Ол сізге белгілі бір дәрежедегі еркіндікті береді. Сіз сахнаға шыққан кезде бағанаға жетпей тұрған, жібермей тұрған нәрсенің барлығы сізді жіберіп, емін еркін ойыңызды жеткізіп шығатын боласыз.